Кеш жарық достар, көпшілік жастар кәсіп ашқысы келетіндердің бәрін тоқтататын нәрсенің бірі ақша. Кәсіп ашу үшін ақша керек дейді. Ақшаңызды алдыңыз, одек қойын, ойландыңыз, бір бизнеске салдыңыз. Бұл Б, бизнес. Сіз ойлайсыз, бизнестан кейін мен ақша табам, әрине. Соған сәйкес, әрине мен бұл жолды жүріп өттім, менің тәжірибем болады, сол сала бойынша менің білімім болады деп ойлайсыз. Ал енді реально статистикаға қарайық. Жалпы, Қазақстан Республикасы бойынша 2005 жылдан бастап кәсіп ашу үшін кредит алған адамдардың, сенесіздер ма? 95%-дан жоғарысы бүгінде не болып отыр? Банкрот болып отыр. Оларда ақша бар, ақша болды. Бірақ неге кәсіп болған жоқ? Өйткені достар, мына сіздердің ойлап жүрген системаларыңыз жұмыс жасамайды. Түсінесіздер ма? Жұмыс жасамайды. Қазақтың сөзі бар. Бала көрмеген уалап өлтіреді, қой көрмеген қуалап өлтіреді дейді. Сіз кәсіпті қалай жүргізуді, қалай дамытуды білмегендіктен не болады? Сіздің ашқан кәсібіңіз құлдырайды. Кәсіп ашу ең оңай жұмыс. Ең қиын нәрсе оны дамыту достар. Сондықтан бұны керісінше айтсақ, сол дұрыс болады. Джек Маның сөзі бар. Білімсіз кәсіп ашуға болатын шығар дейді, бірақ білімсіз сіз кәсіпті дамыта алмайсыз дейді. Яғни достар, керісінше істейтін болсақ, ең бірінші кәсіп ашу үшін сіздерге не керек достар? Б плюс Қ деп қойын. Яғни білім мен қабілет керек. Ал білім мен қабілетті дамыту көп ақша тұра ма? Әрине жоқ. Кәсіпкерге сай қабілетті кітап оқып дамытуға болады. Кәсіпкерге керек білімді онлайн тегін тренингтерге қатысып бағанағы бойында дамытуға болады. YouTube'тан видео көріп дамытуға болады. Кәсіпкерлермен қарым-қатынас жасап дамытуға болады. Түсінесіздер ма? Сондықтан ең бірінші сіздерге керек білім мен қабілет. Енді білім мен қабілетіңізді ойланасыз, өзіңіз зерттейсіз. Сондықтан ойланып, білім мен қабілетті қолданып, сіз не істейсіздер? Бизнес ашасыздар. Ерге бизнес алайын. Мысалға Стив Джобс. Ода не болды? Стив Джобста өте бір өзінің қабілеті болды. Товарды жарнамалап білетін, және компьютердің кодын жазып білетін өзінің қабілеті болды. Сол қабілетін ойлана келе, ол бизнеске айналдырды. Түсінесіздер ма? Бизнеске айналдырды, дұрыс инвестор тапты, бірақ инвесторды ол ненің арқасында тапты? Өзінің дос бола білетін қасиетінің арқасында, ол қабілет, өзінің өзгелермен тіл табыса білетін қасиетінің арқасында, ол да достар не? Қабілет, өзінің бағанағы товарды жарнамалап білетінің арқасында. Инвесторды шақырып, ойланып, ол бизнес ашты. Ал бизнестен кейін әрине ақша болды. Осы бір жолды жүріп өткеннен кейін одан не қалды? Ақшамен қосымша плюс тәжірибе қалды. Яғни тәжірибе дегеніміз ол болмыс тұлға білім қалды. Түсінесіздер ма? Сондықтан мына вариант жұмыс жасамайды. Мен өзім кәсіпті ашқан уақытымда шыны керек, мен кішкентай кезімнен бастап кәсіппен айналысқам. Енді кәсіп деп айтуға болатын шығар. Алюмин саттым, темір саттым деген сияқты. Бірақ оны, достар, мен біреуден ақша алғам жоқ. Мен көшедегі алюминді теріп, сатып, ақша айналдырып алдым, ақша жасап алдым. Сол ақшаға өзгелерден алюмин темір сатып алып бастадым. Сөйтіп мен сату өнерін үйрендім. Мен Алматы қаласына оқуға түскен кезде де Тақтай базарда жұмыс істедім. Ол кезде де өзімнің адамды сендіріп білетін, адамдармен бағанағы тіл табысып білетін қасиетімнің арқасында алып сатар дейміз ғой, делдал болып, посредник болып, басқа біреудің ағашын реал алып, өзгелерге сатып, ақша жинадым. Сол ақшаны арғарда телефонға айналдырдым, өйттім, сөйттім, бүйттім дей салайын, арғарда барлығы бүгінгі осы күнге әкеп отыр. Түсінікті ғой достар. Сондықтан ақшасыз кәсіп бастауға бола ма дейтін болсаңыз, мына формулаға сүйенетін болсаңыз, әрине достар, ақшасыз кәсіп бастауға болады. Шынымен ақ ол қабілетпен басталады. Сондықтан сізде білім мен қабілет болуы керек. Түсінікті ғой. Ал білім мен қабілетті жинау үшін
білім мен Б және Қ деп қояйын. Білім мен қабілетті жинау үшін ең бір керегі сізге не? Кәсіпкерлікті дамыту бойынша, кәсіпкер болу бойынша кітаптар, немесе өзге де кәсіпкерлердің өз тәжірибесін жазған кітаптары. Ол кітаптардан сіз идея аласыз. Түсінікті ғой? Өйткені бүгінгі заманда инвесторлар өте көп. Егер де сізде жақсы идея болса, жақсы идеяны туындату үшін білім, қабілет керек. Сізде өз идеяңызды жарнамалап білетін қабілет болса, білім болса, сізде тіл табысып білетін, дос болып білетін адамдармен қабілет болса, өзіңіздің идеяңызды ұсынып, инвестор шақыруға әрине болады. Түсінікті ғой? Екінші, мінезді өзгертуге мен ТТТ деп қояйын, жай тренинг емес, трансформациялық тренинг. Өйткені кәсіпкерлер тұйық болып жүре беретін болса, ол өзінің кәсібін дамыта алмайды. Кәсіпкерлер ашық болу керек, адамдармен тіл табыса білу керек. Өйткені трансформациялық тренинг сіздің мінезіңізді өзгертеді. Түсінікті ғой? Өзіңіздің мінезіңізді өзгерту керексіздер. Сондықтан трансформациялық достар тренингке жиі қатысу керексіздер. Мен өзімді біраз қабілеттерім сол трансформациялық тренингтердің арқасында не істедім? Бағана қабілеттерімді аштым, білімдерімді не істедім? Толықтырдым. Түсінесіздер ме? Енді қараңыз. Мен осы көп кәсіптерімді еске түсіретін болсам, өзгелердің ақшасында істеттім да. Не істедім? Қарызға ақша алдым, жобама салдым, сосын қарызымды қайтарып бердім. Ол неге қарыз берді? Потому что менің әлемдегі ең ұлы өнер қарыз сұрау өнері шығар, достар. Сіздер кәсіпкер болатын болсаңыздар, араларыңызда кәсіпкер бар болатын болса, жақсы білесіздер. Өзгелерден қарызға ақша ала білу, ол ең үлкен өнер кәсіпкер үшін. Түсінікті ғой? Ал қарыз сұрай білу үшін де оның сеніміне кіріп білу керексің, ол да қабілет. Оны көндіру керексің, ол да қабілет. Оған пайдалы болу керексің, өзіңді оның алдында пайдалап көрсете білу, ол да қабілет. Түсінікті ғой, достар? Сондықтан түрлі трансформациялық тренингтер, сат өнері бойынша, по продажам, көшбасшылық бойынша, яғни по лидерству, по мотивации, түрлі тренингтерге енді көп ақша кетпейді ғой. Ақшаңызды салып, немесе тегін өтіп, онлайн өтіп дамытыңыз. Түсінікті ғой? Білім мен қабілетті шыңдаудың тағы бір түрі, ол әрине не? Ол орта. Міндетті түрде өзге де кәсіпкерлермен жиі қарым-қатынас жасай беріңіз. Олар қалай жұмыс жасап жатыр, не істеп жатыр? Өйткені бір жақсы сөз бар ғой, қазақ айтады, сынықтан басқаның барлығы дейді, жұғат дейді. Кіммен көп аралассаң, сол адамның қасиетін сіз өзіңіздің бойыңызға жұқтырасыз. Сондықтан орта кәсіпкер, пысық, еңбекқор бірдеңе алып, бірдеңе сатып жүрген адамдармен қарым-қатынас жасаған сайын сіздің көзіңіз ашыла береді, мінезіңіз өзгере береді. Түсінікті ғой? Төртінші нәрсе, мен бүйтіп қойында түсінікті болу үшін ТТТ. ТТТ дегеніміз не, достар? Білім мен қабілетті дамыту үшін. Тәуекел және тәжірибе. Негізінде көп жағдайда дұрыс өзгенің бағанағы тәжірибесі сізге азық болуы мүмкін. Ол көмегін тигізеді, сөзсіз. Бірақ біреу сіз үшін тамақ жесе, сіздің қарныңыз тоймайды ғой. Сондықтан адамның жеке өзінің басына тиген қателігі тәжірибесі керек. Ол тәжірибе жасалынады қай кезде? Тәуекел болған кезде ғана, достар. Сондықтан не істеңіздер? Қорықпай тәуекелге бара біліңіздер. Үлкеннен бастамай-ақ қойыңыз. Кішігірім 50 мыңның теңгенің затын сату өнерінің тәжірибесін дамытуға болады. Кішігірім 20 мың теңгенің затын алып сату өнерінің бағанағы тәжірибесін дамытуға болады. Түсінікті ғой, достар? Егер де осы ережелерді ескеретін болсаңыздар, яғни кітап, трансформациялық тренинг, пысық кәсіпкерлердің ортасы және тәуекел және тәжірибе. Тәуекелге барған сайын тәжірибе жинайсыз. Сондықтан сіздерге менің жауабым, ақшасыз кәсіп бастауға болады, егер де өзіңіздің қабілетіңізді ақшаға айналдыра алсаңыз. Түсінікті ғой? Өйткені дұрыс кәсіпті ақшасыз ашуға болады, бірақ дамыту үшін де ақша керек. Ол ақшаны сіз біреуден қарыз қаласыз, біреуді инвестор қыласыз, біреуді әріптес қыласыз. Ал бағана қарызға ақша алу үшін де, несие алу үшін де, ақшасы бар партнер табу үшін де сіз оларды не істеу керексіз? Көндіре алу керексіз, сендіре алу керексіз, өзіңіздің кәсібіңізді жарнамалай алу керексіз. Яғни ұзын сөздің қысқасы, өзіңізді және өзіңіздің проектіңізді, идеяңызды сатып білу керексіз.
Сондықтан сізге керек қасиет еңбекқорлық, тәуекелге бару, сата білу, келісе білу, товарды жарнамалай білу. Осы қасиеттердің барлығын осы 4 нәрсенің арқасында сіздер достар дамыта аласыздар. Осы бір кішкентай ережелерді есте сақтасаңыздар сіздерге пайдасын береді деп ойлаймын.